Ерте кезде арманым болды, бірақ мен көптің бірі емес, қазақтың біреуі болып келгім келді. Мен нағыз кететін кезде мен шешімімді мен әке шешем де білмеді. Ол кісілермен де мен ақылдаспадым. Мен тек өзім ішімде шешім қабылдап болдым. Мен бірінші ұстазыма айттым. Ол кісі білетін еді. Ол кісі біраз спорт басқармасын басқарды. Мен сені кететінін білем, бірақ мен сен кетіп бара жатсың, бірақ мен сен өзімнің орнымды саған беруге мен разымын деді. Кейін бекер бос кетіп қалма деп айтып жатырды. Бірақ кейін өзім туған ағама айттым, аға осындай кетем мен, шешім қабылдап болдым. Қазір жарысқа баруға мен уәделесіп қойдым Қазақстанда дедім. Сонда ағам айтады, қанат сен қазір ұшып жүрсің дейді, ары бері. Ауылға дейін қай жерге дейін ұшатын жер бар, соға дейін ұшып барасың. Қазақстан барсаң сен кім керек қылады дейді. Күлдім, маған ешкім керек қылу керек емес маған. Мен ол жерге біреу керек қылсын деп барып жатқан жоқпын. Мен әлі жұмыс істеймін. Мен қолымнан келетін не бар менде? Мен көше сыпыратын адам болсам, ең мықты көше сыпыратын адам боламын. Малшы болсам, ең бай малшы боламын.